Ай сайын 1 миллион теңгені оңай тапқыңыз келсе, онда осы видеоны соңына дейін қарауға кеңес беремін. Себебі мен бүгін нақты инструкция беретін боламын. Егер сол ереженің бәрін сақтап жасайтын болсаңыздар, міндетті түрде сол табысқа көп ұзамай шығатын боласыздар. Ал сіздермен әдеттегенше Адия Аралбай, қош келіпсіздер. Егер менің каналым сіздерге ұнайтын болса, онда міндетті түрде каналға жазылып қойыңыздар. Өйткені мен аптасына 2 рет видео жүктеп отырамын. Сонымен қатар, егер бұл видео пайдалы болса, ұнаса лайк басуды ұмытпаңыздар. Сонымен қатар, сұрақтарыңыз болса, қандай да бір мәселе болса, міндетті түрде комментарийға жазып кетіңіздер. Ал мен көп ұзамай бастаймын. Достар, мен бұл ақпараттарды әдетте маған жеке консультацияма келген клиенттеріме беріп жатамын. Сондықтан да бұл өте құнды ақпаратты жазып алып отырыңыздар. Сонымен қатар бұл ақпарат шынымен сіздерге жұмыс істеу үшін және ол шынымен құнды болу үшін комментарийға Адия біліміміз берекелі болсын деп жаза салыңыз. Себебі біздің арада баланс болу керек. Яғни тегін беріліп жатқан нәрсеге беретін нәрсе тек қана лайк, комментарий және каналға жазылу. Бұл мен үшін өте құнды. Достар, бүгінгі онлайн сабақта біз сіздермен нақты ақша заңдары, яғни 7 пунктімен танысатын боламыз. Сіздерге қазір қалам және блокнот немесе бір қағаз керек болады. Міндетті түрде барлығын жазып алыңыздар, өзіңізге ыңғайлы бір үстелге отырып, барлық ақпарат жазып алсаңыздар өте пайдалы болады. Ең бірінші ереже ол ғаламға, яғни Алла тағалаға ниет білдіру. Қанша теңге тапқыңыз келетін жазамыз енді. Мен ай сайын 1 миллион теңгені оңай табамын. Яғни бұл жерде осы шақта немесе болашақ уақытта жазсаңыз болады. Мысалға тапқым келеді немесе табамын деген сияқты. Бұл жерде бір қатып қалған қағида жоқ, ереже жоқ. Яғни сізге қалай ұнайды, солай жазасыз. Міндетті түрде бірінші пункт деп жазып қойыңыздар. Екінші пункт ол нақтылықты, яғни ғалам нақтылықты жақсы көреді. 1 миллион теңге маған не үшін керек? Мысалға, сіз нақты сізге ақша не үшін керегін, немесе қайда жарататыныңызды білмесеңіз, ол ақша сізге келе алмайды. Сондықтан да міндетті түрде прям пунктпен жазамыз. Не үшін керек? Мысалы, мен мынаны төлеймін, қарызымды төлеймін, немесе мынандай зат аламын деген сияқты. Негізі осы жерде 3-ші пункт пен 2-ші пункттың өте бір маңызды бір бөлігі бар. Қараңыз, 3-ші пункт бұл бізде ең әуелі өзіңе төле. Яғни сен кез келген табысты алған кезде, мейлі сенің қазір табысын миллионға жетпесе де, мейлі тегі 250-300 мың болса да, сіз бастапқы ақша бірден картаңызға түсті ма, 10%-на сіз өзіңізге төлеу керексіз. Өйткені сіз өте көп жұмыс жасадыңыз, және ақшаны алған кезде бірден өзіңізге білінбейді. Азық-түлікке, балаларға, үйге, анау-мынауға алып тастаймыз да, өзімізді ең соңына қоямыз. Және ең соңына қойғандықтан кейде өзіңе жетпей қалып жатады. Сондықтан ғалам оны қалай қабылдайды, яғни сізге ақша керек емес. Яғни мен өзімнен ақша аяймын. Немесе өзіңнен аяған кезде мен өзіме ақша аяймын деген ақпаратты жібересіз. Сондықтан да мына 2-ші пунктта біз өзіңе бірінші төле, то есть 1 миллион теңге не үшін керек деген жерде ең бірінші өзіңе не үшін ақша керек, соны жазыңыз. 1-ші пунктта. Мысалға, енді біреу сумка алғысы келеді, біреу сабақ сатып алғысы келеді, біреу жаңағыдай киім сатып алғысы келеді деген сияқты. Енді әркімде әртүрлі, біреуге алтын керек деген сияқты. Өзіңіз көптен бері ойлап жүрген, сізге шынымен тамаша эмоция сыйлайтын, көңіл күй сыйлайтын нәрсені міндетті түрде жазыңыздар. Одан кейінгі келесі пунктта уже қарыз бар болса, қарызды өтеу үшін қанша теңге керек? Мысалға, либо ай сайын 200 мың болса, немесе бір жылға мысалға 2 миллион теңге алған болсаңыз, оның хотя 1 миллион теңгесін төлеп тастау үшін маған сол ақша керек деп жазсаңыздар болады. Одан кейін барып уже үйге бір зат керек, балаларға и так далее. Және бұл жерде өте маңызды пункт, мысалға, үйге, балаларға желательно керек нәрселерді жолдасыңыз алған дұрыс. Өйткені әйелдің басты функциясы үйді асырау емес, әйелдің басты функциясы өзінің тапқан табысына, өзіне шынымен қалап жүрген нәрсесін немесе идеясын жүзеге асыру үшін, немесе миссиясына қатысты болса, соған жарату үшін керек болады. Және 3-ші пункт өзіңе бірінші төле туралы айттым. Яғни бұл жерде не маңызды? Яғни әйел адам бірінші пунктта өзіне ақша төлеген кезде және өзіне қалаған затты алған кезде ода керемет эмоция пайда болады.
қуаныш пайда болады. Ал ақша именно сондай эмоция кезде тартылады. Яғни біз бұл жерде ақша тең эмоция деп жазып қойсақ, бізге түсінікті болады, иә. Сондықтан да сіз өзіңізге керек затты алып қуанған кезде сіз ғаламға ақша маған бақыт алып келеді екен деген хабарды жіберетін боласыз. Яғни соның арқасында сізге ақшамен қарым-қатынас жақсы қалыптаса бастайды. Егер осы үшінші пунктті жақсылап сақтайтын болсаңыз, ережесін, онда сізге ақша 3 есе x3 болып көбейіп келеді. Төртінші ол депозит. Әсіресе біреуде қарыз болса, міндетті түрде депозитке кемінде бір 2000-3000 теңге салып жүру керек. Тіпті қатты қиналып жүрсеңіз де. Егер мүмкіндігіңіз болып қарызыңызды да төлеп, депозитке де мүмкіндік болса, онда хотя бы бір 10 000-20 000 теңге депозитке салып отырған жақсы. Ол баланс. Әсіресе мысалға депозит, қарызыңыз төлеп жатып, депозитке ақша салмасаңыз, сіз әлемге менде артық ақша жоқ деген жібересіз. Артық ақша жоқ деген ақпарат болса, онда сізге көп ақша келмейді, сондықтан да міндетті түрде депозит бәрібір қай банктан болса да, енді ең оңай Каспи ғой деймін, Каспиге салсаңыздар болады. Енді қараңыздар, бұл жерде тіпті қарызыңыз жоқ болса да, желательно кез келген тапқан табысыңыздың 10-20% жинаған жақсы. Және жинаған кезде ертеңгі күні ақшам болмай қалса деп ешқашан жинамаңыздар. Яғни нақты бір мақсат қойыңыз. Көлік болсын, үй болсын, көйлек болсын, массаж болсын, не болсын, өзіңізге не қажет, соны міндетті түрде жазып өтіңіздер. Келесі пункт ақшаны оңай табу. Біз видеоның басында айтқан болатынбыз. Ақшаны 1 миллион теңге оңай табу. Қай кезде әйелге оңай ақша келе бастайды? Ол 3 ережені сақтаған кезде. Біріншісі, ол әйел адам үнемі шүкіршілікте болу керек. Мысалға 1 миллион теңгеге жету үшін сіз қазіргі алып жатқан табысыңызға үнемі алғыс айтуыңыз керек. Әсіресе карточкаға түскен кезде, шүкіршілік. Одан кейін осы сәтпен өмір сүру. Яғни логикаға салып, үнемі хаоста жүрсеңіз, үнемі болашақты ойлап, өткенді ойлап уайымдайтын болсаңыз, онда сізде еш уақытта оңай ақша келмейді. Әйелдің энергиясы жалпы ол әлемге Алла тағалаған жақсылық беретініне сену керек. Және үшінші пункт ол қанағат, шүкіршілік дедік. Міне осы пункттарды, яғни логикаға салмау сонымен қатар. Логика деген қалай? Мысалға, әйел адам бірдеңені істегісі келеді, бірақ ойбай ол қалай болады, деп қорқыныштармен кете береді ұзақ. Сондықтан да бұл жерде ең басты осы ережелерді сақтаймыз. Сол кезде сізде шынымен женское состояние болады, оңай состояние болады. Міне сол кезде сізге ақша тартыла бастайды. 6-шы пункт, бұл 5-ші пунктпен өте қатты байланысты. Себебі әйел адам женский состояниеде болған кезде, жалпы өмірге жеңіл қараған кезде, ол релакс состояниеде болған кезде оған көбінесе идея келеді. Яғни әйел адам баспен ойлай беретін болса, оған идея келмейді. Сол үшін біз жүрек қалауын тыңдауды үйренеміз. Әйел адамға идея келген кезде, ол оны бірден жүзеге асыруға кіріспесе, ол жаңағы идеяны, эмоцияны жоғалтып алады. Одан кейін әрекет болмағаннан кейін береке келмейді. Сондықтан да сіз бірден идеяны кірісуге әрекет жасасаңыз, онда береке келеді. Береке деген ол сіздің қазіргі табысыңыз, келетін табысыңыз. Осы идея пунктында өте маңызды бір нәрсе бар. Мысалы, көбісі айтады, менде идея келді, бірақ оны жасайын десем ақшам жоқ. Қыздар, кез келген нәрсені жасау үшін тек ақша керек емес. Біз тегін нәрселермен де бастай аламыз, білімді тегін ала аламыз. Мысалға, мен бұрын студент кезімде, мен енді бастапқы бірінші білімім журналистика болғандықтан, мен қатты Қазақстан ұлттық арнасына жұмысқа кіргім келді. Және мен не істедім? Мен тегін 3 ай жұмыс істедім. Мен білім жинадым. Мен бар ақпараттарды іздедім. Бүткіл журналистермен қарым-қатынасымды үзбедім. Сол арқылы мен кейін Алматы телеарнасына жалақыға жұмысқа кіре алдым. Яғни сол арқылы мен одан кейін YouTube каналымды аштым. YouTube каналда да басында маған көп ақша қаражат мүлде керек болған жоқ, штатив, ештеңе алған жоқпын. То есть солай жаймен YouTube маған кейін табыс әкеле бастады. Мен керек қаражаттарымды, заттарымды қолданатын алдым. Одан кейін консультация басталды, консультациядан табыс келе бастады. Тура сол сияқты. Мен қазір ол жұмысты қалай бастай аламын? Хотя бы планын жазыңыз, хотя бы қанша теңге керек, және ол ақшаны мен қалай таба аламын, табысымды қалай көбейте аламын. Яғни бұл жерде тағы да қаржылай сауаттылықтарыңызды міндетті түрде қосыңыздар. Және 7-ші маңызды пункт ол ереже сақтау. Ақшаның бір өте мықты заңы бар. Егер де сіз ақшаны
құртсаңыз және ақша сізге келсе алғыс айту керек. Кен Хонда деген кісі Японияда тұратын бай кісілердің бірі. Сол кісі айтады, мысалға дүкеннен бірдеңе алсаң да аригато деп айт дейді, яғни рахмет деп айт дейді. Және саған табыс келген кезде де рахмет деп айт. Ақша алғысты өте қатты жақсы көреді. Егер біз бар осы келген тіпті 100 000 теңгемізге алғыс айтатын болсақ, миллион теңгемізге алғыс айтатын болсақ, ақша 2 еселенеді деген заң бар. Сондықтан міндетті түрде рахмет айтудан жалықпаңыздар. Негізі осы ақшаға қатысты 50-ге жуық заң бар, қыздар. Ақшаның заңы бар, ережелері бар. Оның барлығын бір видеода айту енді оңай емес. Сондықтан да жеке консультацияға келсеңіздер, нақты сіздің запросыңызға қарай, нақты сіздің травмаңызға қарай, бойға байланысты, қазір не істеп жатсыз, қалай істеп жатсыз, әрекетіңізге қарай осы ережелердің бәрін қолдану арқылы индивидуально жұмыс істей аламын. Сондықтан да табысымды еселеймін десеңіз, және жалпы бала тәрбиесіне қатысты, отбасы тәрбиесіне қатысты, ерлі-зайыптылар арасында қарым-қатынас, депрессия, послеродовая депрессия сияқты тақырыптар қызық болса, сіздерді офлайн және онлайн консультацияға шақырамын. Міндетті түрде келіңіздер, себебі өзіңе жұмсалған ақша міндетті түрде 2 еселеніп, тіпті 5 еселеніп келеді. WhatsApp номер осында, хабарлассаңыздар болады. Енді сіздерге тамаша жаңалық. Осы видеоны соңына дейін қараған көрерменім болсаңыз, осы сөздерді естіп тұрған болсаңыз, сізге тамаша сыйлық. Маған WhatsApp номерге видеоны соңына дейін қарадым деп жазып жіберсеңіздер, онда сіздерге 30 минуттық жеке онлайн консультация өткізіп беретін боламын. Әрине тізім үлкен болуы мүмкін, сондықтан да егер де күту керек болса, күтуге тура келеді. Бірақ уақытлы, өзіңізге айтылған уақытта күні міндетті түрде консультация өткізіледі. Сондықтан да міндетті түрде, егер де бұл сыйлық сізге ұнап тұрса, рахмет Адия ханым деп жаза салсаңыз болады. Ал мен сіздерден хабар күтетін боламын. Бүгінге айтарым осы, сіздермен келесі көріскенше күн жақсы деймін достар.